Құлан бәйгеде 3-ші орынға ие болған нөмірі 8-ші нөмір тұлпар лақап аты Гауһартас. Шабандоздың аты-жөні Әділетұлы Ақтан. Жүлде қоры 500 мың теңге ағайын. Рахмет. Екінші орынды марапаттау құрметті Сырдария ауданының әкімі Рүстем Руслан Рүстемұлына ұсынылады. Сонымен екінші орынға ие болған Көзайым атты лақап атты тұлпар 13-ші нөмірлі Шабандоздың аты-жөні Қиясов Қайнар. Жүлде қоры 800 мың теңге. Бірінші орынды марапаттау құрметі облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Аким Олжас Азатұлына беріледі. Құлан бәйгеде бірінші орынға ие болған 9-ші нөмірлі лақап аты Бақтор атты тұлпар Шабандоздың аты-жөні Осман Елжас. Жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Құттықтаймыз. Естелік сурет болсын. Жеңімпаз шабандоздарға қошеметтеріңіз болсын ағайын. Ален тұлпарлар таныстырайын, құрметті қадайын. Топ бәйгеге 13 тұлпар қосылады. Нөмірі 8-ші елік атты тұлпардың шабандозы Әділетұлы Ақтан. Бапкері Даби. Егесі Игенбаев Кентай, мекені Қызылорда қаласы. Бірінші нөмірді Мансұр, лақап аты Мансұр атты тұлпардың шабандозы Асқар Бақдәулет, бапкері Қайрат, егесі Асанов Бұзаубай, мекені Жаңақорған ауданы Кеңес ауылы. 13-ші нөмірді Рахмет лақап аты тұлпардың шабандозы Әубәкіров Бауыржан, бапкері Болат Тірімжанов, иесі Қорғанбек Нағи, Қызылорда қаласы. 7-ші нөмірлі лақап аты Қарақыз атты тұлпардың шабандозы Мирас Аслан, бапкері Сайфулла Дүйсенбеков, иесі Қылышбай Бейсенов, Жалағаш ауданы Аққұм ауылы. 9-ші нөмірлі Алау атты тұлпардың шабандозы Осман Елжас, бапкері Даби, иесі Игенбаев Кентай, Қызылорда қаласы. Бәрекелді. Жаңа ғана бір тұлпар басшыларды, онда бапкері Даби деген. Бәрекелді. 10-ші нөмірлі Сырдария атты тұлпардың шабандозы Ақтаев Айдос, бапкері Шөпшікбаев Мұратхан, иесі Күзембай Пернебай, мекені Шиелі ауданы Балаби ауылы. 11-ші нөмірлі Жел-Жерен атты тұлпардың шабандозы Ратбек Мадияр, бапкері Киікбаев Талғат, егесі Киікбаев Жұмағали, Қызылорда қаласы. 5-ші нөмірді Тасқын атты тұлпардың шабандозы Азбеков Арнұр, бапкері Сәтбаева Айнагүл, иесі Сәтбаева Айнагүл, Қазалы ауданы. Бәрекелді. 17-ші нөмірді Каусар атты тұлпардың шабандозы Қайнар Қиясов, бапкері Жаппар Айбар, иесі Жаппар Айдар, Шиелі ауданы Балаби ауылы. 16-ші нөмірлі Басар атты тұлпардың шабандозы Бекбісақ ұлы Қайыр, бапкері Жалмаханов Мырзағұл, иесі Әлжанов Құттыбай, Арал ауданы.
Аралқұм ауылы. Басталды. Бәрі кеткен. Көрмейді. Мына жақтан бастайын. Әрі қарай танысайық. 18-ші нөмірлі Тұлпардың шабан досы Базарбай Еркебұлан, лақап аты Шамшырап, бапкері Абдуллаев Елдос, иесі Шорабаев Абдығани, Шиелі ауданы. 2-ші нөмірлі Тұлпардың шабан досы Қабылбек Дінмұхамбет, лақап аты Револда, бапкері Нұрмағамбетов Әлімбек, иесі Нұрмағамбетов Батырбек, Жалағаш ауданы Бұқарбай Батыр ауылы. 24-ші нөмірлі Тұлпардың шабан досы Нәби Рамасан, лақап аты Желгүрең, бапкері Телманов Бекжан, иесі Телманов Бекжан, мекені Қазалы ауданы. Бәрекелді топ бәйге 7 айналымнан тұрады. Үш тұлпар. Бәрекелді ал басталды. Аяқ жерге тасталды, топ бәйге басталды. Бәрекелді қиқулар, жібер аттың басын. Қиқул қайда? Шабандоздар. 17, 10, 11-ші нөмірлі тұлпарлар алдында барадыр. Бірақ енді аяғында көреміз, соңында аяқ. Бәрекелді. Мына қиқулатып берейік, мына бірінші тұл, кәнеке. Қиқулата бірге. Бәрекелді. Бір айналым бірді азаматымыз. Қалсар, бапкері Жақпар Айтпар, Жақпар Айдар. Бәрекелді. Әзір енді бүгін бейлі жігіттердің барлығы, шабандоздардың барлығы аттың сыры иесіне мәлім деп өз атының өз тұлпардың мінезін біледі, қай уақытта шабады, қай уақытта орналады, қай уақытта жіберу керек. Өздерінің бапкері бар, өздерінің шабандозы бар. Бәрекелді. Кәнеке, қиқул атайық, кәнеке. Бәрекелді, шаттан астан қатайық. Қиқул атайық, құран атайық. Ой, бәрекелді, біле сол, бәрекелді. Қиқул, кәне. Ай, мақта. Мақтатылар, артыда оймайын. Қиқул атайық, кәнеке. Ай, бәрекелді, 17-ші нөмірді. Қайдар қиясын, кәне, қиқул.
Бәйгеге бар халайық 5 айналдан 17 жалғыз басып баратқан о. бәрекелді. Арасы ашылып кетті. Жабықпар айлардың аты келатыр. Шиелікі. Шапалақ қайда шиеліктер? Шиеліктер дауыспен қол қойып. Міне сол 17-ші нөмірді. Қиқу қайда? Қиқу! Шап! 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 Шап қожайым! Каусар! Шап! Ел бұлақ бір тоғат кәдіреді. Қиқу қайда? Қиқу! Қиқулар! Ай, бәрі келді. 4 айнағы қалды. 4 айнағы қалды. Енді бір тоғат қалды. Соғынан екінші нөмірді атып баратыр ағай. Ағы тәусалған айналымдарда Расстояние 100 метрдей. Сайысса қалай шабатты. Топ бәйгеде де бірінші нөмірді шығып кетті. Өзі кейін бірінші орын алатындар шығып кетеді өзі. Кейінге шабатты. Көрдіңіздер ғой, бәріне келді. Бәрекелді. Сол 12-ші нөмірлі Пилотон жақындап қалды. Айнар Қияс Шабандозының аты. Бәрекелді. Айнар Қияс осымен 3 жүрет. 3 бәйгеден шауқан. Ойда! Бәрекелді. Сол мінеки. Ай, бәрекелді. 3 айналым қалды. 3 айналым қалды. Әне, қиқу қайда? Міне, Каусар келатыр. Сол ағы, Каусар. Сол бағында. Ой, бәрекелді. 17-ші нөмір. Қиқу қайда? Басымына бір-бірінен өтпей бір томат келатыр ағайындар. Қиқуланда кәнеке. Қиқу қайда қиқу? Қиқулар. Бәрекелді. Қиқу. Ағы әмия бәрекелді. 8-ші нөмір шығып жатыр. Кәне. 8 алға қарай шығып жатыр. 250 метр келеді. 24 8 алға шығып жатыр. 5 топ аяқ қапында арыса келді. Жеткізбейді. Бәрекелді. Шаманнан кейін 5-ші нөмірді тұрған осы менен Көрғұлының қираты да осындай тарихта қалған ғой. Жауғанның нетінде атының мінекен көкпарға салғанда да егесін Арасы 250 метрге жетті. және жылғы тапқан егесі қандай қиындықта да осы шығатын айданады. Мінекей 17-ші нөмірдің Соңғысы пилотонға жете алмай 17-ші жатыр. нөмірдің тұлпар сол баяғы атымен келді. Жетті пилотонға. Құдай қаласа мынау Жүріп барып жетті. 3 айналымды аяқтай сәлден кейін бәрі келді. 3 айналымға Мынау жақта 17. Мына 4-ші айналымды аяқтаймыз 5-ші айналымда. 17-ге жетіп алды уже пилотон. Арасы 10 метр қалды. Рақпар болады. Алтында мінекей. Шап! Шап! Бәрі келді. Ағысқылық енді бастады. Көрдіңіздер ғой? Жетіп алды уже. Бәрі келді. Шап! Шап! Қиқу қайда? Қиқулар мінекей. Қиқу. 17 бас. Қиқулар. Аттың басын жібер. Ай! Екі айналым болды. 17 сол баяғы. 17. Сегіз тоғыз. 17-ге басы балатын атқан. 8-9. Соңғы Бәрекелді. 24. 17-ші нөмірлі тұлпар. Шабандозы Айнар Қиясов. Соңғы мен айтып тұрғаным 17. Көрдіңіздер ғой. Ең соңғы жатыр. Қазір енді Анау ең соңғы жатқан 17 ғой. шығар аттың басын. Мінекей бәрі араласып кетті. Алдында кімге атқанын қазір байқамай жатырмыз. Пилотон алдыға шығып кетті. Өзі бағы жанған Артында біреу, екеу келе жатыр. Жақта үшінші тоқтап қалды. Құдайға шүкір. Өз 17 қалып қойыпты. бәрекелді. 8-ші нөмірді. Тұлпар лақабаты иеді. Біреу қалып қойды. Шабандозы аттың қарасы көрінгеннен қиқылату керек. Бәрі. Предпоследний круг. Бәрекелді.
Диксондар ғой. Алонсо Диксон. Басып жатыр ма? Ай, шап! Айда, қиқулап кәде! Шап! Ай! Шап! Башын! Оңғайлар! Шап! Жібер астың башын! Ай! Шап! Айқайдай береді, қиқулата берейік! Бәрігін! Осы қиқулықтың бар естейді! Бәрігін! Қиқулмен тұрады бұлардың тияғы! Қиқу қайда? Шап! Айқай қайда? Ай! Оңғайда алып! Шап! Қиқулат! Қане қалар, қиқу қайда? Қиқу! Ай! Бәрігінде! Шап! Кәне! Бәрігі! Құлпардың басы көрінді! Шап! Давай! Пошел, марш! Қиқу қайда? Тұлпар, Шабандозы, Осман, Елжас, 9 нөмірлі Тұлпар, бапкері Даби, иесі Кентай, Игембай, бірінші келді, Шабаны қайда? Оғы, Құлборда, 13 нөмірлі, Қиқу қайда? Орда екінші келді дейді. 8 Әбдетұлы Ақтан 8 нөмірлі Тұлпар. Лақап аты Елік. Қайсын? Драма болды ау деймін. Біреудің Петр. Спасатель. Қадірменді спорт сүйері Үшінші орын. 8-ші нөмірлі лақап аты Елік атты Тұлпарды аты-жөні Әбдетұлы Ақтан 3-ші орынды марапаттау үшін ортаға аппарат басшысы Біреу Қонбайұлына ұсынамыз. Жүлде құны 500 мың теңге. Екінші орынмен марапаттау құрметі қала әкімі Дәлбай Тұрлыбек Машбекұлына ұсынылады. Екінші орынға ие болған 13-ші нөмірлі лақап аты Рахмет атты Тұлпар, Шабандоздың аты-жөні Аубакиров Бауыржан. Жүлде қоры 1 миллион теңге ағайын. Бірінші орынға ие болған 9-шы нөмірлі лақап аты Тұлпардың Алау атты Тұлпар, Шабандоздың аты-жөні Осман Елжас. Жүлде құны 2 миллион теңге.